Қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында дәмді, тез дайындалатын корндок дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға 150 мг сүтімізді құйып аламыз. 2 жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін 200 грамм ұнымызды 3 бөлікке бөліп, осы сұйық массамызға саламыз. Бірінші 75 грамын салып, ұнның жақсылап араластырып алдым. Ең бастысы қамырымыз бір тегіс болу қажет, ешқандай іртік болмау қажет. Жақсылап араластырып алғаннан кейін ұнымыздың екінші бөлігін саламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Толығымен араластырып алған кезде бізде осындай бір тегіс масса шығады, ешқандай комок болмауы тиіс. Видеода көрсетілгендей сұйық масса шығуы тиіс. Енді осы массамызға жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық қарабұрыш, 1 шай қасық паприкамызды қосып араластырамыз. Және де ұнымыздың қалған бөлігі, менде 50 грамм ұн қалды. 50 грамм ұнымды қосып араластырып аламын. Және де 50 мг бөлме температурасындағы суды құйып, тағы да араластырып аламын. Осымен біздің массамыз дайын болды. Енді осы массамызды шұңғыл осындай стаканға құйып аламыз. Бізге батыруға пісіретін кезде ыңғайлы болу үшін. Шұжықты теңдей 2 бөлікке бөліп алдым. Мен қолданатын таяқшаның кішкентай болуына байланысты маған қуырған кезде ыңғайсыздық туғызады. Егер таяқшаңыз ұзын болған жағдайда шұжығыңызды бөлмесеңіз де болады. Таяқшаларымызды шұжыққа осылай барлығына қадап шығамыз. Толықтай дайындап алғаннан кейін отымызға осы шұжықтарымыз батып тұратындай етіп май құйып, қыздырып, осылай біртіндеп қуырамыз. Видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Шұжықтарымыздың сыртқы беті қызарғанша, қызғылтым түске енгенше қуырамыз. Біздің дәмді, тойымда тез дайындалатын корндоктарымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, каналға жазылыңыздар, ас болсын.